Сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді фисташковый пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен пирогтың қамырын дайындауға кірісеміз. Қамыры песочное тесто, ұнға қант, шым-шым тұз, салқын сары майды қосып, крошка жасаймыз. Мен бұл жолы блендермен жасадым. Басқа видеоларымда мен қолмен жасағанмын, табаға салып, сол қолмен жасау әдісін басқа видеоларымнан көре аласыздар. Ендігі кезекте жұмыртқаны қосып қамыр ереміз. Егер қамыр құрғақ болып бірікпей жатса, 3-4 ас қасық су қосып жіберіңіз. Қамырын 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан кейін қамырды жайып, формаға орналастырамыз. Формаға салған соң қолымызбен түзетіп, артық жерлерін алып тастаймыз. Шанышқымен тесіп, алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 15 минутқа қоямыз. Қамыры дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын салып араластырамыз. Сосын 1 ас қасық қаймақ салып блендерлейміз. Жұмыртқасын саламыз. Енді 1 ас қасық фисташковый пастаны салып, бір елкі масса жасаймыз және трещина болмас үшін кукуруз крахмалын қосамыз. Егер қамыры көтеріліп кетсе, ыстық күйінде орамал қойып, басып жіберсеңіз болады. Қамыры суыған соң салмасын саламыз. Жаңағы қызып тұрған пеште 160 градуста 15 минутқа пирогты қоясыз. Пирогымыз әбден толыққанды суыған соң бетіне ганаш кремін жасаймыз. 1 ас қасық сүтке 1 ақ шоколадтың жартысын салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Еріген шоколадқа 1 шай қасық фисташка пастасын салып араластырамыз, бетіне құйып тегістеп шығамыз. Шоколадты қатқанша тоңазытқышта суытамыз. Мінекей чиз тартымыз дайын болды. Өте дәмді ерекше пирогтардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Видео сізге ұнаса, пайдалы болса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Айкерім.